Балықтың желбезегі. Ерте заманда Намұрт патша өзін құдаймын деп жариялапты. Ыбырайымның алласын садақпен атып өлтіремін деп елде жоқ алып садақ жасапты. Жебесін 100 құлашқа жететіндей етіпті. Жұртты жинап садақты көкке атпақшы болады. Бірақ ішінен: «Уа Тәңірім, мен сенің бар екеніңді білемін, бірақ өзімді құдаймын деп айтып қойдым. Мені ұятқа қалдыра көрме. Осы дүниеде тілегімді бер. Ана дүниеде не істесең де өзің біл» деп сиынады. Жаппар хақ келіседі. Ол оғын атқанда Жебірейілге: «Оғына балықты тос, атқан жебесі зая кетпесін» дейді. Жебірейіл солай жасайды. Жебе балықтың мойнын тесіп өтеді. Одан қан ағып жерге тамшылайды. Намұрт қанды көріп қуанып кетеді. «Уа халайық, қараңдар, Ыбырайымның құдайын өлтірдім» деп жар салады. Надан жұрт соған иланып қала береді. Қаны сорғалаған балық: «Уа жасаған ем, неге мені оққа тостың?» деп сұрайды. Балық: «Қайғырма, ақынды жемеймін. Сені адам үшін адал ас еттім. Сені кім ауласа да бауыздамай жей береді» дейді Алла. Балық бұған риза болады. Осыдан бастап ол адал асқа айналады. Желбезегі жебенің орны екен, қаны сол кезде аққасын сойғанда қан шықпайтын болыпты. Аңызда көп нұсқасы, айтар сөздің ұстасы, мән таратты балыққа Ыбырайым қиссасы. Намұрт патша оғынан желбезегі тесілді, бір құдайдың жолында құрбандыққа кесілді. Құдай айтып байламды, адал асқа айналды, разы болып балықтар аңыздардан жай алды. Балық адал ас болғасын, оған бата берілмейді деседі.